Спин деген не? Спин бөлшектің ішкі кванттық қасиеті, яғни айтқанда элементар бөлшектердің ішкі кванттық қасиеті болады. Бұл кәдімгі шардың айналысы сияқты емес, бірақ айналып тұрғандай магниттік әсер тудырады. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде плюс 2-ден 1 минус 2-ден 1 деген спиннің айналу проекциясы көрсетілген. Және де спин бөлшектің магниттік моментін, кванттық күйін және басқа бөлшектермен қалай әрекеттесетіндігін анықтайды. Енді спиннің табиғатын тоқталатын болсақ, бұл бөлшектің ішкі бұрыштық импульс болып табылады. Бірақ біз түсінетіндей механикалық айналу емес. Бұл жерде электрон, протон сияқты бөлшектердің өлшемі өте кішкентай болғандықтан физикалық айналу мүлдем мүмкін емес. Дегенмен, спин айналған денеге ұқсас магниттік эффект береді. Сондықтан оны кванттық айналу деп те айтады кванттық механикада. Сонымен қатар, яғни оның дискретті мәндерге ие, ішкі бұрыштық импульсы бар, кванттық қасиеттерге, және де ол физикалық айналу емес. Енді спин мәндері және бөлшектер түріне тоқталып кетейік. Жалпы енді фермиондар мен бозондар деген екіге бөлінеді. Жалпы солардың спин мәндері 0, 2-ден 1, 1, 2-ден 3, 2, ал фермиондарда спин бізде 2-ден 1, 2-ден 3 береді. Оларға электрон, протон, нейтрон, кварк деген секілді бөлшектер кіреді. Яғни ол Паулидің тыйым салу принципі. Ал бозондарда спин тек бүтін сандар болады. 0, 1, 2 деген. Яғни оларға фотон, глюон, хиггс бозон деген секілді бөлшектер кіретін болады. Енді бұл жердегі фермиондар жаңа айтып кеттім, электрон, протон, кварктар сияқты бөлшектер. Олардың спині жартылай болады. Және де олар өздерінің жаңағы бір кванттық күйде, екінші кванттық күйде бірдей фермион болмайтындығын дәлелдейді. Бұл жерден де бозондар, фотон, глюон, хиггс деген бөлшектер бұл бозондарға кіреді. Бұларда спин бүтін, оны айтып кеттім. Яғни бұл енді бір күйде шексіз бозон болуы мүмкін екендігін бізге анықтап береді спиннің көмегі арқылы. Яғни бұл жерде айналу бізде көрсетілген плюс 2-ден 1 деген сағат тіліне қарама қарсы, ал минус 2-ден 1 деген сағат тілімен бағыттас. Ал мына жерде бізде плюс 1, минус 1 көрсетілген. Яғни бұл жерде кәдімгі тік болады. Яғни бұл жерде сағат тіліне қарама қарсы плюс 1 дегеніміз, ал минус 1 деген сағат тіліне мен бағыттас болады. Яғни up, down, жоғары және төмен. Енді спиннің физикалық қасиеттеріне тоқталып кетейік. Жалпы енді спин электрондардың магниттік моментін тудырады. Яғни МРТ, магниттер, ферромагнетизм осы құбылысқа сүйенеді негізінде. Енді жалпы атомдағы электрондардың орналасуы да спинге қатысты болады, әлбетте. Жалпы бұл жерде материалдардың электр жылулық және магниттік қасиеттерінің көпшілігі дәл осы спинге тәуелді негізінде. Жалпы енді осыны айтатын болсақ, атомдағы электрондардың орналасуы да спинге қатысты. Мысалы, материалдардың электр жылулық және магниттік қасиеттерінің көпшілігі дәл осы спинге тәуелді. Қазіргі кванттық компьютерлерде кубиттер бар ғой. Сол кубиттердің жұмысы да электрон немесе фотонның спиннің күйімен байланысты. Яғни плюс 2-ден 1, минус 2-ден 1 деген секілді өздерінің айналу моменттеріне ішкі бұрыштық импульстеріне тәуелді болады. Және де спиннің табиғаттың негізгі параметрі екендігі енді айдан анық. Өйткені спин элементар бөлшектердің фундаменталды қасиеттерінің бірі негізінде. Ол материяның қалай құрылғанын, бөлшектердің қалай әрекеттесетінін және әлемнің қалай жұмыс істейтінін анықтайды. Ғылымда да, технологияда спиннің рөлі өте үлкен. Енді спин материяның құрылысын анықтайды ең біріншіден. Екіншіден магниттік эффектілердің себебі, үшіншіден кванттық әлемнің негізгі қасиеті, төртіншіден технологияда үлкен рөл атқарады. Жалпы енді болашақта кванттық технологиялар, жаңа магниттік материалдар, кванттық сенсорлар осының барлығы спин түсінігіне сүйенеді.